Қайырлы күн. Тапсырма керекті тригонометриялық функцияның мәнін табу. Жалпы арк косинус синустағы мәнін табу үшін бізде мысалы арк косинус x болса, бұл x-ке тең екенін білеміз. Яғни арк косинус пен косинус жойылады. Ал егер арк косинус пен синус болса, біз синусты косинус арқылы өрлетуіміз керек. Яғни синусты синус 8π бөлінген 9-ға қалай косинус арқылы өрлетеміз. Бұл радианды бұрышқа айналдыратын болса, градусқа пи дегенді 180, 9-ға бөлсек 20, 20-ны 8-ге көбейтсек, бұл 160 градус. Енді синус 160 градус, ол бізде синус пи азайтылған 20 градус. Келтіру формуласымен анықтауға болады. Енді келтіру формуласы есіңізге түспеген жағдайда біз қалай анықтаймыз. Бізде мынау синус өсі, бізде мынау 0 градус, мынау пи бөлінген 2, пи мәндері. Енді бізде пи азайтылған 20. Мына жерде тұрған, осы бөлікте тұрған, яғни екінші ширекте тұрған градустан біз 20 градусты азайтуымыз керек мына пидан. Яғни екінші ширекке келеміз. Осы екінші ширектегі мәні синустың қалай болады. Енді бұны анықтау үшін біз мына пиға 0-ге қарайтын болсақ, біз басымызды екі жаққа бұрамыз. Яғни синус өзгермейді деген сөз ол. Синус өзгермейді, символын мына жаққа жалғастырайын. Синус өзгермейді. Енді қараңыз, синус бізде мына жақта плюс. Яғни ол мына 0-дің жоғарғы жағында болғаннан кейін таңбасы плюс, мына жақта минус. Енді 180-нен 20-ны азайтқанда біз осы екінші ширекке келген таңба плюс болғандықтан ол синус 20 градусқа тең болады екен. Енді жалпы бізде мынадай формула бар. Синус 20 градус, ол косинус 70 градусқа тең. Неге? Себебі ең бірінші біз тригонометриямен танысқанда, егер 90 градустан кем болса, синустың немесе косинустың мәні олар екеуінің қосындысы 90 градусты толықтырады деген. Яғни синус 20 градус, ол косинус 70 градус. Енді осыны біз есебіміздің шартына алмастыру жасайық. Арк косинус 70 градус тең, яғни арк косинустар жойылады, 70 градус шығады. 70 градусты біз қалай радианға айналдырамыз? 70 көбейтілген пи бөлінген 180. Яғни ондарды қысқартамыз, бізде 7π бөлінген 18 деген мән шығады екен.